Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4 сынып 125 сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы шеңбер және дөңгелек. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен менің каналыма тіркеліп және видеоға лайк басып қойыңыздар. Енді балалар, бірінші есепке қарайық. Қаладағы көліктердің қандай түрі экологияға қауіпсіз болып табылатынын анықта дейді. Яғни бізге тапсырма берілген, осы жауаптарын тапсақ, бізге қай көліктің экологияға қауіпсіз екенін тауып жауабын айтатын боламыз. Енді бірінші тапсырма, қосуды орында дейді. Бізде 32-ден 2-ге 32-ден 19-ды қосуымыз керек. Бөлімі сол күйінде өзгеріссіз қалады. Енді алымдарын бір-біріне қосамыз. 19-ға 2-ні қосамыз. Сонда бұл жерде жауабы 32-ден 21 болады. Бұл Т деген әріпке сәйкес келеді. Енді екінші, азайтуды орында дейді. 17-ден 6-дан азайтамыз 17-ден 4-ті. Сонда бізде бұл жерде бөлімі өзгеріссіз күйінде қалады. 6-тан 4-ті азайтсақ 2 болады. 17-ден 2. Демек бұл жерде бұл жауап Р деген әріпке сәйкес келеді екен. Келесі үшіншісі, бөлімі 16 болатын дұрыс бөлшекті тап дейді. Білеміз, дұрыс бөлшек дегеніміз әрқашанда алымы бөлімінен кіші болып тұрады. Сонда бұл жерде жауабы 16-дан 5 болады. Ол А деген әріпке сәйкес келеді. Келесі, одан кейінгісі бөлімі 12 болатын бұрыс бөлшек тап дейді. Яғни бұрыс бөлшек керісінше бұл жерде алымы бөлімінен үлкен болады. Демек жауап 12-ден 14 болады. Бұл М деген әріпке сәйкес келеді екен. Келесі, бөлімі 12 болатын дұрыс бөлшек тап дейді. Бұл жауап 12-ден 1 В деген әріпке сәйкес келеді. Енді бөлшектердің қайсысы бірге тең болады? Бөлшек бірге тең болу үшін оның алымы да бөлімі де бірдей сан болу керек. Демек 5-тен 5. Яғни ол А деген әріпке сәйкес келеді. Келесі, аралас сан тап дейді. Аралас сан бұл жерде 3/12-ден 2. Ол қысқа иге сәйкес келеді. Сонда бұл жерде қаладағы көліктердің экологияға қауіпсіз болатын түрі бұл жерде трамвай. Жауабы трамвай. Келесі бізде екінші есеп, шеңберлердің диаметрін өлше, дәптеріңе 10 нүктесін белгіле, барлық шеңберді бір ғана центрден 10 нүктесінен сыз дейді. Бізге 4 шеңбер берілген, 4-еуі 4 түрлі, осылардың әрқайсының диаметрін өлшеуіміз керек. Бірінші шеңбердің диаметрі бізде 26 мм болады. Ал екінші тұрған кіші шеңбердің диаметрі 18 мм. Одан кейінгі үшінші үлкен шеңбердің біздегі диаметрі 32 мм, төртіншісі 22 мм болады. Енді осылардың біз радиусын анықтауымыз керек. Радиусы, яғни ол кезде, яғни радиусты табуымыз үшін біз осы диаметрді 2-ге бөлеміз. Сонда біріншісінің радиусы 26 бөлінген 2, ол бізде 13 мм-ге тең болады екен. Яғни біріншісінің радиусы 13 мм. Екінші бізде 18 мм-ді 2-ге бөлсек 9 мм болады. Сонда екіншісінің радиусы бізде 9 мм-ге тең. Үшіншісі 32, 32-ні 2-ге бөлсек 16 мм демек үшіншісінің радиусы. Төртіншісінің радиусы 22 бөлінген 2, ол бізде 11 мм-ге тең болады екен. Енді біз осы барлық шеңберлерді әрқайсының ішіне кішкентайынан бастап үлкенге дейін 10 нүктесінен бастап сызуымыз керек. Міне тура осылай суреттегідей сызасыздар балалар. Ең бірінші кіші радиусты аламыз. Яғни бұл жерде 9 мм құрайтын, Одан кейінгі екінші біз 11 мм радиусы 11 мм шеңбер сызамыз. Одан кейін оның сыртына радиусы 13 мм құрайтын шеңбер сызамыз. Одан кейін ең сыртына, яғни үлкені, ол радиусы 16 мм-ге тең шеңберді сызатын боламыз. Тура осылай балалар, дәптерлеріңе сызып алыңыздар. Енді бізде үшінші есеп, бұл өзіндік жұмыс есебі, яғни өздеріңіз орындасаңыздар болады. Бұл жерде бізде А мен В 6 см, ал С мен В 4 см деп алып шеңберлер сыз дейді. Ең бірінші біз осылай тура суреттегідей бірінің ішіне бірін орналастырып сызуымыз керек. Ең бірінші бізге кішісін сызып аламыз, С-дан В-ға дейінгі арақашықтық бізде, яғни радиусы 4 см құрайтын шеңберді сызуымыз керек. Одан кейін А-дан В-ға дейінгі радиусы 6 см құрайтын, одан үлкендеу шеңберді сызамыз. Сонда бұл балалар тура осы суреттегідей болады. Тура осылай дәптерлеріңізге циркуль арқылы сызып түсіріп алсаңыздар болады. Келесі бізде төртінші есепте дейді. Ең біріншісінен бастайық. 547-ге біз 3.258.700-ді қосуымыз керек. Сонда бұл жерде жауабы 3.259.247 болады екен.
Келесі екіншісі 45.847-ге 9.857-ні қосу керек. Сонда бұл жерде жауабы 55.704 болады екен. Үшіншісі 20.016-дан біз 5.896-ны азайтуымыз керек. Сонда есептің жауабы үшіншісінің 14.120 болады екен. Төртіншісі 3.108-ді 222-ге бөлуіміз керек. Есептің жауабы 14 болады екен. Одан кейін 2541-ді 274-ге көбейтуіміз керек. Сонда есептің жауабы 696.234 болады екен. Келесі ең соңғысы бізде 312.612-ні 478-ге бөлуіміз керек. Сонда соңғы осы алтыншысының жауабы бізде 654 болады екен. Келесі бесінші есеп бұл шығармашылық жұмыс. Өрнекті қайталап салуға тырыс, оны қалай бояуға болады дейді. Дәптерлеріңізге тура осылай балалар салып аласыздар және әр бөлікті әртүрлі түспен бояп өздеріңізге анық көріну үшін. Дәптерлеріңізге циркуль арқылы сызып алыңыздар. Бұл шеңбердің саны бұл жерде 13 дөңгелек көрсетілген бізде. Келесі бізде алтыншы есеп асы және әсі берілген. Бірінші асын орындайық. Бос ыдысқа бір құбыр арқылы минутына 40 литр су құйылады, ал екіншісінен минутына 10 литр су сыртқа ағады. 6 сағаттан кейін ыдыста қанша су болады дейді. Бұл жерде біз есептің алдымен шартын құрып алайық. Т деп 6 сағатты белгілейміз. Яғни бізде 6 сағаттан кейін қанша су болатыны керек. Одан кейін біз минутына деп М1-ді, яғни 40 литр минут деп, екіншісін 10 литр минут деп белгілейміз. Бізге енді үлкен М табуымыз керек. Сонда жалпы М табу алу үшін біз М1-ден М2-ні алып тастаймыз. Сонда 40-тан 10-ды алсақ бізде 30. Бұл бір сағатына келіп отыратын судың, ыдысқа толып отыратын судың мөлшері. Енді біз 6 сағаттан кейін қанша су болатынын табу үшін осы 30-ды 360-қа көбейтеміз. 30-ды 360-қа көбейтсек бізде 10.800 болады. Сонда 6 сағаттан кейін ыдыста 10.800 литр су болады. Келесі әсінде хауызда 600 литр су болды. Оған бір құбыр арқылы минутына 40 литр жылдамдықпен су құйылады, ал екіншісі арқылы жылдамдығы минутына 10 литр су сыртқа ағып кетеді. 6 сағаттан кейін хауызда қанша литр су болады дейді. Енді біз есептің шартын жазамыз. М1 бізде, яғни суда болған жалпы хауызда болған жалпы су бізде 600 литр. Енді бірінші бізге құйылатын су ол 40 литр минут. Ал ағып кететін су 10 литр минут. Оны М1 және М2 деп белгілейміз. Енді біз нақты минутына қанша су бізде қалатынын есептеуіміз керек. Ол үшін біз құйылатын судан ағып кететін суды алып тастаймыз. Сонда 40-тан 10-ды аламыз. Сонда бізде жауабы 30 болады. Енді бізге 6 сағаттан кейін хауызда қанша литр су болатынын табуымыз керек. Ол үшін біз осы 30-ды 6-ға көбейтеміз. Яғни 6 сағат дегеніміз ол бізде 360 минутқа тең. Демек 30-ды 360-қа көбейтсек 10.800 болады екен. Енді бізде хауызда бастапқыда 600 литр су болды. Және осы 600-ге біз 10.800-ді қосамыз. Сонда бізде жауабы 11.400 литр болады екен. Жетінші есеп дәптеріңе орында. Олимпиада ойындарының таным белгісін, яғни эмблемасын салу керек деп ойла. Қалай салуға болатынын ойлан дейді. Бізге оң жағында осы эмблеманың өзі көрсетіліп тұр. Ол бізде көк, қара, қызыл, сары және жасыл түстермен көрсетілген. Осыны циркуль арқылы барлығын бір-бірімен қиылыстырып салуымыз керек. Мына осы суреттегідей тура осындай түстермен салып дәптерлеріңізге орындасаңыздар болады. 8-ші тапсырма 15 дөңгелек суреттегіде орналастырылады. Әр дөңгелектің диаметрі 12 см. Осы үш бұрыштың периметрі нешеге тең дейді. Бізге дөңгелектің ішінде қызыл түсті және жасыл түсті екі үш бұрыш көрсетілген орналастырылып. Енді бізге осы екеуінің әрқайсының периметрлерін табуымыз керек. Бұлардың диаметрі 12 см-ге тең екен. Енді бірінші үлкенінің периметрін табайық. Оның бізде диаметрі 4-ке тең. Сонда бұл жерде оның диаметрі 4-ке тең болғаннан кейін оны біз 4-ті 12-ге көбейтеміз. Сонда ол 48 болады. Яғни қабырғасы 48-ге тең. Енді периметрін табу үшін үшбұрыштың барлық қабырғалары тең. Демек 48-ді біз 3-ке көбейтеміз. Сонда 144 см болады. Енді кішісі бізде
кішісінің диаметрі 6-ға тең болады, ол 6-ны 2-ге көбейтеміз, сонда 12 сантиметр болады. Енді периметрін табу үшін біз бұл жерде тура осындай 12-ні 3-ге көбейтеміз, сонда бізде 36 сантиметр болады. Енді бізде 9-шы есеп тапсырманы орында. О центрінен диаметрлері 6 сантиметр, 8 сантиметр және 12 сантиметр болатын 3 шеңбер сыздайды. Ең біріншісі біз кішісін саламыз, 6 сантиметр диаметрі. Одан кейін тура осы О нүктесінің яғни центрі О нүктесінен тағы да оның сыртына 8 сантиметрлік біз шеңбер сызамыз. Оның сыртына тағы да одан сәл үлкен болатын О нүктесінен центрі 12 сантиметр болатын 3 шеңберді сызатын боламыз. Осылай тура суреттегідей балалар орындап дәптерлеріңізге салып алыңыздар. Осымен балалар, бүгінгі біздің 125-ші сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.